Ассалаумағалейкум қазақтарым. Осыдан бірнеше күн бұрын маған таныс бір келіншек звондады. Менің қызым қатты ауырып қалды, не істеймін деп. Не болды десем, қызым айтады дейді, терезе жақтан бір қорқынышты бір нәрсе ұшып келіп, менің оң жақ иығыма кіріп, ішіме кіріп кетті, қозғалып жүр деп. Ана қозғалған сайын қатты жылайды екен қорқып. Мен алып кел деп сөйледім үйге. Үйге алып келді, еденге жатқызып қойып Құран оқыдым да, оның ішінде жын бар екенін сездім. Бірақ мен әлі жындарды шығара алмай қолымнан келмейді. Сондықтан да ол зардап шекпеу үшін тезірек әрекет ету керек болды да, күні кеше ғана тиктокта барлығыңды жын мен сиқырдан құтқарамын деп уәде берген соқыр қариды есіме түсірдім. Қари деген ол Құранды жатқа білетін адам. Телефоныма оның парақшасының скриншотын жасап алғаным жақсы болды. Мен оған қоңырау шалып кездесуге үйіне бардық. Біз кірген кезде хиджаб киген әйел ренжіп шығып бара жатты. Қызы алдына отырғызған Руслан ұйқы артериясын екі жағынан мықтап басып тұншықтырып Құран оқи бастады. Бұл 20-30 минутқа созылды. Содан кейін ол ешқандай жыны жоқ, мұның бәрі галлюцин екенін және психиатрға барып емделу керек екенін айтты. Қыздың анасы орнынан тұрып, оның да жындары бар екенін айтып, өзінде тексеруді өтінді. Руслан оны да ұзақ тұншықтырып ештеңе істей алмады. Мен шыдай алмай, егер Құранды дұрыс оқи алмасаң, қалай жындарды қуып шығасың? Өзіңді неге қари санайсың, тіпті Курси аятында қате оқисың деп бетіне қатты айттым. Ол өзінің шынайы келбетін көрсетіп қуып кетті. Кетерімізде ешқандай көмек көрсетпесе де қабылдағанына 10 000 теңге төлеңдер деді. Оның сауатсыз халықты осылай алдап күн көретін қарапайым алаяқ екенін бірден түсіндім. Мен оған 10 000 теңге аудардым. Бірақ бір сағаттан кейін ол маған WhatsAppқа оның жұмысын ақша төлемегенім туралы ашулы хабарлама жіберді. Әдетте олар нәтиже үшін төлейді. Ал егер алаяқ болса, не үшін төлеу керек? Бірақ мен Құдайдан қорқатын адам ретінде оған садақа ретінде 10 000 теңге жіберген едім. Қыздың қиналғанын көру өте ауыр болды. Сондықтан өз таныстарым арқылы нағыз жын шығаратын маманның мекен-жайын біліп, соның үйіне бардық. Біз келгенде ол Құран оқып отыр екен. Сондықтан бізге басқа бөлмеге кіріп, Құранды аяқтағанша күтіңдер деп ымдады. Сосын қызын да шешесін де жындардан тез босатып берді. Құранның әсері бірден байқалды. Қыздың да шешесінің де мимикасы өзгерді. Қанша қарыздарымыз деп сұрағанымда қолынан келгенше деп жауап берді. Біз кеткен кезде Русланның қабылдауында болған әйел кіріп келе жатты. Оны тағы да көріп, Русланның таза алаяқ екеніне көзім жетіп, үйге келген соң ол туралы көбірек білуге бел будым. Үйде оның парақшасына ашып, клиенттердің пікірін оқып отырып, мен оның ешкімге көмектеспейтінін білдім. Көбісі ол тек ақша алуды біледі деп шағымданады. Бір әйел тіпті оның алкогольдік ішімдік ішетінін және өзін перекармен емдегенін жазды. Оның барлық лекциялар басқалардың айтқанын қайталау болып табылады. Ол соқыр. Сондықтан басқалардың лекциясын тыңдап болған соң мұның барлығын жақсы білетін және істей алатындай өз сөзімен қайталайды. Мен бұл алаяқты неге айтып отырмын? Сауатсыз адамдар мұндай алаяқтардың құрбаны болып ақшасын бермеу үшін. Өкініштісі, ақыр заманның алдында Құранды таза кәсіпке айналдырып ақша табу үшін осындай алаяқтар көп бола бастайды. Жындарды адамды қылқындырмай-ақ тұншықтырмай да шығаруға болады. Адам ұзақ тұншыққанда миға оттегі бармай, мидың клеткалары өліп қалуы мүмкін. Егер де уақытын өткізіп алсаң, өліп те кетуі мүмкін.